Менің аты жөнім Асқар Кенжебекұлы Бұқатов. Осы нөмір 238 участоктың төрағасы болып таныламын. Таңнан бері қазір осы жергілікті жер бойынша адамдардың белсенділігі орташа, жаман емес деп айтуға болады. Қазіргі таңда 150 адамға дауыс берілді. Осы бүгінгі таңға дейін бізге үйге денсаулық жағдайына байланысты үйге форма әкелуге ұсыныс білдірген адамдардың саны 16. Қазір біраз адамдар бәсеңдегеннен кейін біз үй аралап, екі сайлау учаскесінің мүшесі сол урналармен үйлерге барады. Орташа. Өйткені қазір бізде район көбінде пенсионерлер тұрады ғой, кәрі адамдар тұрады. Саяп қатты таңға жуық обедке дейін қазір жұмыс бабымен келетін адамдар дауыс беріп кетеді. Одан кейін пенсионерлер кетеді. Обед кездерінде сондай уақытта. Наблюдателем на участке 238. С самого утра, в общем-то, в такую погоду пасмурную, но люди идут с удовольствием, идут с настроением, и это очень радует. Потому что я вот как мама, как бабушка, конечно, тоже отдам обязательно свой голос на своем участке. И радует то, что сегодня наши люди, они были более раскрепощены. Наши люди, они смогут обратиться, если с чем-то недовольны, напрямую, например, в Конституционный суд. Это уже хорошо, понимаете? И сегодня, вот как мы говорим, это Казахстан, как мы говорим, доступное правительство и так далее. И сегодня, после проведения референдума, я думаю, после этих изменений в Конституции, это так и будет. Все зависит, конечно, от каждого. Если каждый будет быть патриотом нашей республики, и зависит от взрослых, зависит от детей. Взрослые должны, действительно, я считаю, что немножко воспитание, особенно в патриотическом воспитании деток у нас есть минусы, и их нужно обязательно ликвидировать. И думаю, будут хорошие мероприятия после этих выборов, а 8 числа у нас будет наша Абайская область, и возможности развития нашего региона тоже добавится, будет больше. Ну, хочется верить в светлое будущее, так оно и будет. Менің есімім Бұқашев Сабыржан Қуатжанұлы, мен Аманат партиясының мүшесімін. Осы 238-ші учаскелік комиссиясына бақылаушы болып Аманат партиясы атынан келіп отырмын. Бүгінгі сайлау әділді, жақсы белсенді өтіп жатыр. Ауа райына қарамай халықтың барлығы белсенді келіп жатыр. Ешқандай құқық бұзушылық, ешқандай тәртіп бұзушылық орын алған жоқ. Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр.